бір жас жігіт келіп 18 миллион теңгеге алдап кеткен. Түркістан облысында Қазығұрт ауданында, ауыл округті айтпай ақ қояйын, бірақ біршама адамдарда бір жас жігіт келіп, мен қайырымдылық қордан келдім деп, сөйтіп ол адамдардың бәріне 20 мыңға, 30 мыңға үйлеріне көмір алып берген, азық түлік алып берген. Сөйтіп мен енді осының бәрін басшыларға көрсету керекпін деп, ана кісілердің бәрін де алып, қолдарына куәліктерін бүйтіп көтеріп тұрып суретке түсірген. Сөйтіп 17-18 адамдарды 18 миллион теңгеге алдап кеткен. Біздің заңгерлер арқылы шешіп жатырық. Құдай қаласа, соңына жеткен кезде міндетті түрде айтатын, көрсететін боламыз. Бірақ мен айтқым келіп тұрғаны, көптеген қазіргі азаматтар интернет арқылы, телефон арқылы былай қайырымдылық жасаймыз дейді, көмектесеміз деп келіп, көптеген қарапайым адамдар алданып қалып отыр. Сондықтан кез келген ақпаратты бірінші тексеріп алыңыздар, қайдан келген, кім келген. Өйткені қазіргі таңда біздің заман сондай болып кетті. Бәрі жеңіл ақшаға, оңай ақшаға алғысы келеді, бірақ ондай өмірде болмайды.